Bir жігіт айтады, мен бір күні достарыммен отырған кезде әйелім звондады дейді. Содан достарым мені сөз қылдыра бастады дейді. Бұл подкаблучник әйелінен қорыққаны сондай, телефонды бірден көтереді деп айтты дейді. Содан намыс қатырысып, мен ұялып телефонды көтермедім дейді. Bir уақытта әйелімнен WhatsApp-ыма аудио хабарлама келді дейді. Оны да ашып тыңдауға ұялдым дейді. Біраз уақыт өтіп кеткеннен кейін далаға шығып аудионы тыңдасам, әйелім жазған екен: жаным, үйге дереу жетші, менің ішқұрылысым қатты ауырып жатыр, жедел жәрдем шақырдым, есік ашуға да шамам келмей жатыр дегесін. Асығып үйге жетсем, жедел жәрдем келіп тұр дейді. Есікті ешкім ашпайды дейді. Содан есікті сыртынан ашып үйге кірсек, әйелім құлап жатыр, жердің барлығы қан дейді. Сөйтсем, әйелімде угроза болып, қансырап жан тапсырған екен. Сол күні қатты өкіндім дейді. Телефонды мен неге көтермедім, неге сол достарымды тыңдадым деп өкіндім дейді. Сол күннен бастап сол достарымды мен тәрк еттім дейді. Ондай достым барынан жоғы жақсы, құрметті ағайын. Егер де сондай жағдай болып қалатын болса, бірден көтеріңіз телефонды. Мүмкін әйеліңіз сізге жедел хабарласып жатқан шығар, үйіңіз өртеніп жатқан шығар, балаңыз ауырып жатқан шығар. Ұялмаңыз, ол сіздің өмірлік жарыңыз.